Кең далам, толған айым, толғайын, домбыра қолға алайын, жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сені, атамекен ай. Теңіздей тебірендім, тербедің сапарда, сағынышым сен менің. Дүние сырларыңдай, мөлдірін тұнғаныңдай, сағындым сені, атамекен ай. Армандаған күндер ай, жалғыз аққан түндер ай, өзің куә өмірде кімдер өтті, кімдер ай, атамекен ай. Ғажап-ау атамекен ғаламат, бір саған тағдырымыз аманат. Қымбаттың даламыздай, сымбаттанымыздай, айналдым сені, атамекен ай. Жүрегім жанымыздай, айналдым сені, атамекен ай. Армандаған күндер ай, жалғыз аққан түндер ай, өзің куә өмірде кімдер өтті, кімдер ай, атамекен ай. Неге мен атамекен әнін таңдадым? Бұл ән мен үшін өте үлкен өнер болды. Өзіме де бір кішігірім, қалай айтсам болады, сынақ сияқты болды. Бұл әнді мен айтып шыға аламын ба, айтып шыға алмайын ба деген сияқты. Бірақ та енді әр қайсыларыңыздың ойларыңыздан шығады деген ойдамын, және де өзімнен де сол үшін де осы әнді таңдадым. Атамекен әнін естіген кезім ол Роза Рымбаеваның айтып жатқанын көрген болатын. Сол атамекенді теледидардан сол кезден бастап қатты жақсы көретін әндердің бірі болды. Менің келесі эпизодымды Freedom Media платформасынан көре аласыздар.